Барлықтарыңызға қайырлы күн. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік жылдарында жетістікке жеткен жастарды ілгерілету феномен жас жобасы аясында подкасттар желісін бастамақшымыз. Ең алғашқы біздің қонақтарымыз республика деңгейінде ең ауқымды ұйымдардың жетекшілері болып табылады. Алдарыңызда Наукен Ұлан және Жанділдаев Бақдәулет мырза. Ең алдымен қоятын сұрағым, біздің жобамыз жалпы табысты жастарды ілгерілету бойынша. Табысты жас дегеніміз сіздердің ойларыңызша кім? Жастарға жол берейік. Біз үлкенді құрметтеген халықпыз, өзіңіз бастаңыз. Қайырлы күн. Подкасттарыңызға шақыртылғаныңызға үлкен алғыс айтамыз. Енді табысты жас мынандай болады деп бөлектеу дұрыс емес деп ойлаймын. Бірінші кезекте ел үмітін ақтайтын әрбір жас ол табысты жас деп айтуға болады. Олардың қатарына біздің әйгілі олимпиада чемпиондары, спорт майталмандары бар, жас ғалымдарымыз бар, жас мемлекеттік қызметшілер бар. Енді барлық салада үздік болып жүрген, өзінің саласының мықты маманы болып жүрген жас азаматтардың барлығы табысты жас деп айтуға болады. Енді бұл жерде ең үлкен рөл ойнайтын ол отбасылы жастар. Себебі қазіргі уақытта жалпы отбасы институты трендке айналып келе жатыр. Табысты жас тек қана ол жаңағы жеке өзін ғана ойлайтын жас емес, ол отбасын, қоғамды, ортаны ойлайтын жас деп айтуға болады. Бәке дұрыс айтады. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Жалпы табысты жастан бұрын табысты адам дегенге келетін болсақ, табысты адам деген яғни өз орнын тапқан, яғни баланс болады, әртүрлі баланс болады. Жаңағы отбасына бөлетін көңіл, достары, жұмысы, соның барлық сол балансты ұстай алған адам ол табысты деп санаймын өз басым. Сол табысты адам жолындағы, яғни өзінің мамандығын жаңағы барлығын тапқан адам ол табысты жас болып саналады. Кім болса да, қандай мамандықта жұмыс істесе де, өзіне ұнайтын, өзіне комфортны жұмыс жасаса, ол табысты адам деп ойлаймын, бақытты адам деп ойлаймын. Табысты адам мен бақытты адам екеуі бір-біріне ұқсас ұғымдар. Бұл жерде енді табыс дегенде мынау бір қаржылық бағытта немесе бір қаражат бағытында алып кетуге болмайды. Табыс деген тек қана ол қаржы көлемімен емес, ол жалпы моральдық тұрғыдан болсын, барлық жағынан есеп алу керек. Сондықтан да бұл жерде табыс дегенді енді басқаша келтіруге айтуға болады. Енді өз ісінің маманы, өз ортасында қоғамда сыйлы адам, ол енді табысты адам деп айтуға келеді. Байлығы ақшада емес, ол рухани бай болады адам, достарымен бай болады деген сияқты. Дұрыс айтасыз ба? Осы жерде сіздерді шақырған себебіміз осы табысты жастардың өкілі ретінде шақырып отырмыз. Сол себептен де мынадай сұрақ туындайды. Табысты жас ол өз алдына белгілі бір мақсат қоя алатын, стратегиялар қоя алатын жандар деп есептейміз. Сіздер кез келген мақсатқа жету үшін қандай жолмен жүресіздер? Ең бірінші ол тәртіп. Дисциплина. Тәртіп болған жерде ол барлық нәрсе рет-ретімен келеді. Ол үшін алдымен күн тәртібінен бастау керек. Яғни күн тәртібін реттеуіміз керек. Ол жерде мысалы бір күнде қандай шаралар жасаймыз, кіммен байланысамыз, оны алдын ала реттей алмаған адам, ол менің ойымша табысты бола алмайды. Ол тәртіптің өзі ол айлық тәртіп болады, немесе апталық, немесе бір күндік алдын болады. Ертелік жоспарлайтын жоспарлар болады. Мысалы біреудің тойы демекші, немесе бір жерге бару керек, саяхаттау керек деген сияқты жылдық нелер болады, жоспарлар болады. Ол жерде мысалы бір елге шығып келу, мысалы өзіне адам қоятын болса, яғни жаңа жылда айтамыз ғой, енді жылдың басы болғаннан кейін бірінші неден басталғаннан кейін сол жерде өзімізге годовой план жасаймыз, жылдық план. Мысалы мен осы 2025 жылы 3 елге шығуым керек, осынша болуым керек, осынша лауазым өскім келеді деген сияқты сол заттардың барлығын былай реттеп тәртіпке келтіре алған адам осы табыс жолында дұрыс жұмыс жасай алады деген ойдамын. Ол жерде сол балансқа келіп тіреледі, менің ойымша. Сол баланстың барлығын реттеп, туыстарымен қарым-қатынасты, ата-анасымен қарым-қатынасты, достарымен қарым-қатынасты барлығын бірдей ұстаған адам табысты болады. Ал тек бір саланы ғана қуалап кеткен адам, яғни жұмысын тек жұмыс деп барлық акцентті қоя берсе, ол жұмыс жағынан алдыға жылжуы әрине жылжиды, бірақ та ол басқа жақтар қалып кетеді. Ол барлық саланы, яғни барлық балансты бірдей ұстаса, сонда ол табысқа жете алады. Жалпы сонда сіз күнделікті өмірде планер деген нәрсемен қолданасыз, таңертең 8-де тұрамын, бүгін мысалы сағат 3-те подкастқа келемін деген сияқты, өте керемет. Қалай ойлайсыз?
жалпы енді табысқа жету жолдарында ең бірінші адамгершілік пен адалдықтан аттамау керек. Әрине ұланың айтып жатқаны олай күнделікті оны іске асырудың міндетке жетудің стратегиялық бағыты ғой. Бірінші кезекте енді адамгершілік, адалдық болу керек. Себебі енді біздің қызметіміз, біздің өміріміз ол күнделікті адамдармен араласу, байланыс, жалпы қоғаммен жұмыс, қоғамдық іс-шаралар болғандықтан осы тұста бірінші кезекте адамгершілікті ұмытпау керек. Екінші кезекте мынау қоғам сұранысына сай бола білу керек. Әрдайым өз-өзін жетілдіріп, өз-өзін білім алып, енді шын айтқанда тек ұлан айтпақшы бір бағытта өсу емес, барлық бағытты қамти алу керек. Енді ақпаратты да ескеру керек. Бұл жерде ақпаратты біліп, ақпаратпен айналысу керек. Енді ақпаратты білген адам әлемді басқара алатын адам дейді ғой. Сондықтан да барлық бағыттағы ақпаратты біліп, барлық бағыттағы жұмысты, міндеттерді саралап отырып, оны енді ең бастысы өзіңе алдыңа міндет қойсаң, сол міндетке жету жолында мынау ешқандай арам ойсыз, тек қана адал жолда жетуді ойластыру керек. Әр табысқа жеткен жанның жолында оған демеу берген, әрқашан жанынан табылған белгілі бір тұлғалар бар. Яғни наставник, ментор деп айтып жатамыз. Сіздердің өмірлеріңізде сондай жандар бар ма? Әрине бар. Енді күнделікті әртүрлі қиындықтар кездескен кезде өмір жолымызда бірінші кезекте ол біздің менторымыз, наставнигіміз, ол ата-анамыз. Әрдайым өздерінің ақылдарымен бөлісіп, жол сілтеп отырған, былай айтқанда осы күнге дейін жетуіміздің өзі сол кісілердің арқасында. Сол себептен де осы жерде пайдаланып ата-анамызға үлкен алғыс айтқым келеді. Және де барлық еңбек адамы ол мен үшін ментор, наставник болып табылады. Себебі олар жаңағы белгілі бір өздерінің алдына қойған міндетке жету жолында еңбектерін адал, мінсіз орындап келе жатыр. Ол мынау біздің қалалық коммуналдық қызметкерлер болсын, зауыттағы қызметкерлер болсын, барлық еңбек адамын мен өзіме ментор ретінде көремін. Себебі олар өз міндеттерін әділ, адал, мінсіз орындағандықтан ерекше үлгі маған. Енді әртүрлі қиындықтар келеді жұмыс барысында да. Ол жерде бірінші алғашқы тәлімгерлеріміз ол әрине ата-анамыз. Ата-анамыздың қолдауымен осындай жетістіктерге жетіп отырмыз. Бауырларымыз бар, достарымыз бар. Одан кейін мектепте білім берген апайларымыз, ол кісілерден көп нәрсе үйрендік. Мысалы бастауыш сынып мұғалімі болсын, жоғарғы сынып, енді жазуды, әріпті барлығын үйреткен сол кісілер. Мысалы мені әкем күреске беру арқылы мен мысалы көп нәрсені жеңе білдім. Яғни сынып қалмау бойынша достар табу, басқа ел көру, жер көру, осы арқылы мен қызығушылығым артты. Одан бөлек мен мысалы математика жаратылыстану бағытында көптеп бейім едім. Мектеп уақытында мен үшін сөз сөйлеу шамалы қиынға соғатын. Сол уақытта мысалы 10-шы сыныптың барысында, 10-шы сынып уақытында ата-анам жаңағыдай мәдениет үйлерінде концерттер жүргізуге, ведущийлыққа сондай мәжбүрлі түрде деп айтсам болады, мәжбүрлі түрде сол жаққа салып, халықтың алдында енді біз жарыстарға, күрестерге шығып жүргенде ондай қобалжу болмайтын. Ол жердегі қобалжуды енді айта алмаймын, әлі күнге дейін есімде бірінші рет сөйлеймін. Анау қайырлы күн, мысалы армысыздар, құрметті мысалы Жайрем кентінің тұрғындары деген сөздің өзінен қате кетіп отырды. Сондай бір өзімізде бір қобалжулар арқылы, сондай бір қиындықтар жеңу арқылы қазіргі уақытта мысалы еркін сөйлеу, осындай ораторлық дейді, осындай бір бейімделдік осы еркін сөйлеуге, өз ойымызды жеткізуге, осы әдеби тілді қолдануға, яғни кітап оқу арқылы, мақал мәтелдер. Мысалы мен анам қазақ тілі әдебиет мұғалімі. Сол кісіден де көп нәрсе үйрендік. Жаңағындай мақалдатып сөйлеу, әдемі сөйлеу, қазақ тілінде таза сөйлеу деген сияқты. Ол жерде дикция бар, акценттер дұрыстап қою керек деген сияқты. Ойда таза жеткізу, иә. Соның барлығы осы ата-анамыздың арқасында. Сол ұстаздарымыз, одан бөлек осы жастар саясатына келгенде үлкен ағаларымыз болды. Мысалы Бағдәулет мырзалар да біздің ең алғаш бірінші курсқа келген осы Бағдәулет мырзалармен жолығып, ақыл кеңес сұрап, одан бөлек үлкен ағаларымыз бар қаншама. Сол кісілерден тәлім тәрбиесі арқасында осындай қазіргі күнде өзімізде бір ақыл кеңес бере алатын жағдайға жетіп отырмыз жастарға. Көп рахмет Бағдәулет мырза сіздерге. Осы жерде енді отбасымыз ол бір бөлек, менторлар бір бөлек, жетекшілер бір бөлек. Сіздер өздеріңіз қазір бір ұйымның басшысы болып отырсыздар. Ал осы табысқа жету жолдарыңызда команда мүшелері де белгілі бір рөл атқарады ғой. Сол туралы айтып кетсек. Әрине, енді жалғыз адам ол
ештеңеге жете алмайды. Мақсат міндеттерге жету үшін команданың рөлі өте үлкен. Ол команда ол сіздің жаныңызда жүретін серіктеріңіз. Қазақтың өзі айтып кеткен ғой, жаяудың шаңы шықпайды, жалғыздың үні шықпайды деп. Енді бұл жерде команданың әрбір мүшесінің өзінің атқаратын рөлі бар, өзінің алдына қойған миссиясы бар, өзіне жүктелген міндет бар. Сол міндеттің барлығын бір адам ешқашан да атқарып алып шыға алмайды. Сондықтан да бұл жерде команданың ұйымды дамыту жолында, ұйымды өсіру жолында үлкен рөл атқарады. Енді жалпы команда мүшелеріне тек қана міндет қана беріп қоймау керек. Бұл жерде команда мүшелеріне де бір мотивация беру мәселесін қарап айтып өту керек. Команда мүшелерінің барлығы бір-біріне мотивация, бір-біріне жаңағы қалай айтады ғой, орыс тілінде белые гонки дейді ғой, белая конкуренция, ақ конкуренция, бір-бірімен жаңағы бәсекелесу арқылы команданың жалпы ұйымның жұмысына өздерінің бір оң өзгерістерін алып келіп жатады. Бұл да бір үлкен команданың жұмысының маңыздылығын көрсетеді. Команда ол осылай жастар ұйымдары болсын, қай жерде қай салада болмасын, команданың атқаратын рөлі өте орасан зор. Мысалы ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы айтады ғой, білімді болу үшін оқу керек дейді, бай болу үшін кәсіп керек, күшті болу үшін бірлік керек дейді, және осы керектердің жолында әрекет ету керек дейді. Яғни күшті болу үшін бірлік керек. Бұл жерде бірлік дегеніміз, яғни бұл бір жұдырықтай бірігіп, жаңағыдай ана жұдырықтың өзінің әрқайсысы өз саусақтарының өзінің функциялары бар ғой. Сол сияқты бұл біздің команданың өзінде әркімнің өзінің функциялары бар. Олар бірігу арқылы, бірге бір-біріне қолдау арқылы, жаңағы Бағдәулет мырза да айтпақшы, бұл үлкен бір жұмыстар атқарылады. Ол жұмыстың артында, яғни біз алғыс хаттар аламыз, тағы да басқа, мысалы марапаттар алғанда, ол тек біздің емес, ол еленіп жатады, ол біздің ғана күш емес, біздің ғана еңбек емес, ол үлкен команданың арқасында. Мысалы бізде біздің ұйымда Қазақстан студенттер альянсында барлық облыстарда филиалдар жұмыс істеп жатыр. Ол жерде де бірнеше азаматтар емес, барынша жаңағыдай команданың арқасында олардың еңбектері еленуде, сол арқылы көрінуде. Сондықтан команданың күші жалпы табысты болу үшін, осы тақырыпта айтып отырмыз ғой, табысты жастар туралы. Бұл табысты жас болу үшін, жалпы табысты команда болу үшін, бұл команданың мықты болуы, бірігуі, яғни бір-бірімен жақсы бір қарым-қатынаста болуы үлкен орасан зор міндет атқарады. Қазір жастарды мысалы ұйымдарға тарту оңай шаруа емес. Мысалы қызықтыру керек, ол жастарға белгілі бір мотивация, белгілі бір мақсат деген сияқты. Сіздердің ұйымдарыңызға келу үшін қатысушыларға қандай мотивация бересіздер? Мысалы қазір тіпті подкасттан көріп отқан жандар мысалы білмейді сіздердің ұйымдарыңыз жайлы. Оларға қандай реклама жасайсыздар, яғни жарнама, ұйымдарыңызға не үшін келу керек, не бере алады сіздердің ұйымдарыңыз? Жастар ұйымдары жалпы 2000 жылдың басында құрылды. Барлығы біздің мысалы Қазақстан студенттер альянсы, республикалық студенттер қозғалысы 2005 жылы құрылған болатын. Алдағы жылы 25 жылы 20 жылдық тойлайтын боламыз. Енді бұл үлкен тарихы бар, яғни 20-дағы жас азаматтар да бірнеше бұрында қызмет етіп еңбектерін қалдырып кетті ғой. Енді Қазақстан студенттер альянсы да 20 жылда бірнеше жұмыстар атқарды осы республика көлемі бойынша. Біздің басты мақсат, енді өзінің аты айтып тұрғандай, Қазақстан студенттер альянсы бұл студенттердің басын қосатын республикалық ұйым. Яғни біз жоғары оқу орындар бар, одан кейін қазір 25 жылы жаңағы жыл келе жатыр ғой, рабочий қызметкерлер, яғни жұмысшылардың жылы келе жатыр. Яғни колледж студенттері бар, барлығының басын қосатын үлкен ұйым болып саналады. Біздің басты мақсатымыз тек оларды шығармашылық, яғни әлеуметтік жақтарынан қолдау ғана емес, сонымен қатар біз Қазақстан студенттер альянсының басты мақсаты, яғни омбудсмен институты бар, оның ішінде бұл студенттердің құқықтарын қорғау, мүдделерін қорғау, сапалы білім алу, яғни министрлік жақтан жоғары оқу орындары арасындағы алтын көпір деп айтсақ болады. Яғни студенттерде шығып жатқан проблеманы университет екеуінің арасындағы түсініспеушіліктерді біз арқылы шешуге біз ықпал етеміз, министрлік арқылы немесе өзіміз арқылы проблемаларын шешіп, және жастарды қолдау арқылы бір кеңестерімізді береміз, өзіміздің ұйымға қосамыз. Бізде лозунг бар, мысалы Қазақстан студенттер альянсы бұл ұйым емес, бұл отбасы деген. Біздің альянстан отбасылар да шыққан, көптеп отбасылар шыққан. Осы жақында ғана мысалы осы подкастта менің білуімше осының алдында Сабыржан мырза болды. Ол кісі де мысалы осы біздің альянстың Қызылорда облыстық филиалын басқарды, студенттік омбудсмен болды. Ол кісінің қазіргі жолдасы, яғни келіншегі мысалы Жетісу облысының альянс мүшесі. Бізде осындай бір совпадениялар көп болып жатады. Бұл совпадение емес, менің ойымша бұл
отбасы үйім емес отбасы болғаннан кейін бір бірімен тығыз байланысқаннан кейін осындай шаңырақ көтерулер әртүрлі случайлар болып жатыр. Жалпы біздің ұйым осы, келіңіздер, бізге мүшелік етіңіздер. Әр облыста біздің филиалдар бар, жекеге жазыңыздар, ашықпыз әрқашан жұмыс осы істеуге. жерде инстаграм желісін, WhatsApp барлығын жаза кетеміз. Негізі ұйым тек қана белсенділікті, сонымен қатар жетістікті ғана емес, сонымен қатар құндылықтарды да береді деп ойлаймын, иә. Егер де бір-бірін тауып жатса, отбасы құрып жатса, өте керемет деп ойлаймын. Былай айтқанда инсайт өзіңіздің жартыңызды таба аласыз, иә, жастар ұйымында. Келіңіздер. Жастар ұйымдарында бақыт тапқан адамдарға бақыт тілейміз. Енді жалпы барлық жастар ұйымында ол беретін ең негізгі былай айтқанда ол орта, араласатын ортаң. Мысалы тек қана студент болсаң да, жұмысшы азамат болсаң да, жастар ұйымдарына келу арқылы бір өзіңе қызық орта таба аласың. Себебі жастар ұйымында қызмет жасайтын барлық белсенділер болсын, қызметкерлер болсын, олар жан жақты, олар барлығы енді сен тұр мен атайын деген азаматтар мен азаматшалар. Сондықтан да бұл жерде өз ортаңды табу үшін, өзіңе бір қызықты ақпараттар алу үшін, қызықты іс-шараларға қатысу үшін, немесе бір тұлғалық даму үшін кез келген жастар ұйымына баруға болады. Бізде Қазақстан жастар конгресі негізгі бірінші кезекте өзіміздің құндылығымыз ретінде санайтын бұл біріккен орта, яғни бірлігі бар орта, жалпы достық мекені десек те болады. Енді әрбір келген азамат, азаматша ортаға қосылу арқылы жаңа достар табады, жаңа араласатын орта табады. Осы арқылы өзінің идеясын, өзінің ойын жүзеге асыруға мүмкіндік алады. Жалпы біз қазір Қазақстан жастар конгресі тарапынан енді бұл республикалық ұйымдардың басын біріктіретін ассоциация ретінде жұмыс жасайтын ұйым болғандықтан бұған дейін аймақтық филиалдар немесе аймақтық өкілдіктер жұмыс жасамаған болатын, бірақ та қазіргі уақытта шешім қабылдап аймақтық филиалдар, аймақтық өкілдіктер ашып жатырмыз. Бірнеше қалада, мынау және де облыстарымызда ашып бастадық. Егер де өзін ұсынам, осы өкілдіктің жетекшісі ретінде қызмет атқарам деген подкасты көрушілер болса, біздің әлеуметтік желі арқылы байланысқа шықса болады. Бізде қарастырып көріп, егер кандидатурасы жақсы келіп жатса, аймақтық өкілдіктерге қоюға мүмкіндігіміз бар, және бірлесе қызмет атқара аламыз. Жалпы кез келген жастар ұйымына барған азамат ол енді жалпы айтып өттім, тұлғалық дамуға мүмкіндік алады. Азамат ретінде, азаматша ретінде жалпы белсенділіктің нағыз ортасы осы жастар ұйымдары ғой. Сондықтан да барлық жастар ұйымдарына мүше болуға, белсенді болуға, жалпы волонтер болуға шақырамын. Жаңа айта кеттіңіз, жан жақты болады деп, иә. Кез келген қоғамдық қызметте жүрген жас, ол тек қана бір бағытта емес, жан жақты білім де алады, өседі, көреді деген сияқты. Осы жерден сіздер кеңес бере алатын топ 3 кітапты айтсаңыздар. Енді біз тек қана қоғамдық қызметпен айналыспаймыз, сонымен қатар оқимыз. Міне Ұлан мырза қазір магистратурада оқуда. Қандай кітап кез келген мысалы жас табысты болу үшін, немесе өзінің потенциалын ары қарай дамыту үшін қолдана алатын, былай ойға алып алатын бір кітап болса да. Енді біздің салада жүргеннен кейін, енді біз саясатта жүрдік қой, жастар саясатында жүргеннен кейін ұлтқа қызмет етуді оқыса деймін бірінші. Енді көп қой кітаптар, әртүрлі жанрда. Маған өзіме қатты ұнаған кітаптар ол ұлтқа қызмет ету бірінші, одан кейін әлем таныған мұсылмандар деген кітап бар. Яғни ол жерде дін мен жаңағы мұсылмандардың жаңағы бізден шыққан көшбасшылардың жолы туралы мен өз сондай тарихи кітаптарға қызығамын. Одан кейін Даяғашы деген кітап. Ол Даяғашы кітабы Алтай қазақтары туралы, ол жердегі біздің салт дәстүрлер, көне ескіріп қалған, соның барлығы туралы жазған, көптеп өте қызық кітап. Осы топ 3 деп мен үшін осы кітаптар. Енді әртүрлі, әркім біреу психология оқиды, біреу махаббат туралы оқиды, біреу роман оқиды деген сияқты. Маған өте қатты ұнаған кітаптар осы. Енді әртүрлі жанр әркімге әрқалай келіп, ұнауы мүмкін, біреуге ұнамауы мүмкін, бірақ енді өз тарапымыздан ұсынылатын келесі кітаптар ол Джон Кехе деген автор бар, сол кісінің «Подсознание может все» деген кітабы бар. Одан кейін өзіміздің еліміздің басшыларының бірі болған және бірегейі болған Дінмұхамед Ахмедұлы Қонаевтың «О моем времени» менің уақытым туралы деген кітабы бар. Және өзіме жақсы, жүрегіме жақын келетін кітап ол «Қош бол Гүлсары» деген кітап. Осы 3 кітапты ұсынар едім, оқып шығуға болады. Мәдени майдан бар, қазіргі айтпақшы. Мәдени майданды Өзбек Әлжанбеков
Қаныш Сәтбаев туралы да кітаптар шығып жатыр қазір. енді ең бастысы ол жалпы енді өзіміздің еліміздің авторларының кітабынан бастаса енді және шетелдік авторларды қатар алып жүрсе бірақ енді негізгі кітаптардың былай айтқанда басында ол өзі Абай Құнанбайұлының қара сөздерінің кітабын бір оқып жүректеріне түйіп алса деген бір үлкен өтініш болады. Себебі енді ол жерде барлығы жазылған. Ол жерде адамгершілік туралы да, адалдық туралы да, адамның тұлғалық дамуы туралы да барлығы сол жерде, психологиясы да барлығы сол жерде көрсетілген. Сол кітапты негізге алса деген осындай бір өтінішіміз бар. Әр қазақ оқу керек кітап. Міне өзіміздің төрімізде де тұр, қуанып қалдық осы көріп. Осы жерден тағы да қоса кететін бір сұрағым бар. Қандай дағдыларды және де принциптарды адам бойында бағалайсыз? Бірінші кезекте ол адалдық, мен ойымша. Яғни ол жұмысына адалдық болады, адамға адалдық, махаббатқа адалдық, жаңағыдай сенімге, жаңағыдай айтқан сөзіне адалдық деген сияқты, сөзінде тұру деген сияқты. Бірінші кезекте адалдық, одан кейін шынайылық. Ол шынайылық, адалдық, жаңағы барлығы бірге жүреді деген ойдамын. Одан кейін мен ойымша даналық. Ақылды болу бір бөлек, дана болу бір бөлек. Дана болу, ол ақылды болу әр жерде айта беру мүмкін ақылын. Ал дана болу айтатын жерде айтады, айтпайтын жерде айтпайды деген сияқты. Одан кейін сабырлы болу керек, көп қой айта беретін. Төзімді болу керек, сынып қалмау керек. Жастарымыз көптеп сынып қалады. Бізде өкінішке орай қазір әртүрлі аурулар, дерттер бар, лудомания бар, наркомания, оның барлығы қайдан келеді? Жаңағындай өзіне қол жұмсау, суицид дейді. Соның барлығы осы өзі сынып қалудан, яғни адам өзі моральдық тұрғыда сынып, жаңағындай өзін таппай қалғанда, ата-анасымен байланысты, достарымен байланысты барлығын жоғалтып алғанда осы заттарға келеді. Және бұл осы дерттерге келу менің ойымша бұл бос уақыттан, яғни бос уақыт ол адамды өлтіреді. Дұрыс пайдаланбау. Дұрыс пайдаланбау. Сіздер уақыттарыңызды реттеңіздер. Ең басты құндылық, ең басты байлықтың бірі ол уақыт. Уақытты ақшаға сатып ала алмайсыздар. Ақшаны табуға болады уақытпен, ал бірақ та уақытты ақшамен қайтара алмайсыздар. Сондықтан уақыттарыңызды үнемді пайдаланыңыздар. Осындай жастар ұйымдарына келіңіздер. Бірге атсалысайық еліміздің көркеюіне, өсуіне. Жаңа Бағдәулет мырза да айтып кетті. Барлық жастар ұйымдарының бірінші құндылықтарының бірі ол орта, жылы орта, жаңағындай осындай бір өзіне тартатын, барлық құндылықтарды сақтайтын орта болады. Сол ортаға келіңіздер, жастар ұйымына бос уақыттарыңызды тиімді пайдаланыңыздар. Бос уақыттан барлық шығады. Ең қорқынышты нәрсе, ең бір зияндық, бүкіл дертке алып келетін ол бос уақыт, менің ойымша. Енді бұл жерде ұланмен қосылуға болады, және ұланға тағы бір қоса кететін бір қасиеттердің бірі ол жауапкершілік. Бірінші кезекте өз-өзіне жауапкершілік, өзінің сөзіне жауапкершілік, жалпы өзінің ісіне жауапкершілік. Былай айтқанда, жауапкершілігі мол адам ол жетістікке жетуге мүмкіндігі өте көп адам десек болады. Табысты адам дейсің. Табысты адам болсын. Енді бұл жауапкершіліктің ішінде барлығын кіргізуге болады. Дәл солай адамгершіліктің ішіне қалай барлығын кіргізуге болады, дәл солай жауапкершіліктің ішіне барлығын кіргізуге болады. Сондықтан да жауапкершілігі мол адаммен жұмыс жасаған, жауапкершілігі адаммен бір командада болған ол өте биік белестерге жетелейді. Қазіргі таңда енді сіздер жастар ұйымының көшбасшысы ретінде жұмыстарыңызды қалай бағалайсыздар? Белгілі бір индикатор бар ма? Белгілі бір ойларыңыздағы түю керек, галочка қою керек дүние бар ма? Соны айта кетсеңіздер. Өзіміз бағалаған бір түрі бар. Енді оны бағасын басқа адамдар береді. Объективті тұрғыда, мысалы, өзіңіз іштей бір жасап жүрген, айтады ғой былай, пометка деп. Өзгерткіңіз келетін, жақсартуға тұрарлық. Енді бізде басты мақсат сол студенттердің құқығын, мүддесін қорғау болып табылады. Енді басты мақсаттар көп қой. Соның бірі осы. Біз қазір осы бойынша министрлікпен болсын, жаңағы үкіметпен болсын барлығымен жақсы жұмыс жасап келе жатырмыз. Омбудсмен институты жақсы дамыттық. Қазір тек қана бізде 23 жылы тек бір ғана омбудсмен болатын, республикалық студенттік омбудсмен. Ал қазір тек қана мен студенттік омбудсмен болғанмен бізде өңірлерде омбудсмендер бар. Яғни 20 облыста бар. Қазір жоғары оқу орындарының әрқайсысының ішінде өзінің омбудсмендерін ашып жатырмыз. Осы бойынша жақсы жұмыстанудамыз. Одан бөлек біз барлық облыстарда енді филиалдарымызды аштық. Осы филиалдар арқылы жастарды өзімізге көптеп алудамыз. Енді сол жастардың бір ойын өзгерту арқылы бір елге бір қызмет ету бағытында сол кісілерді дара жолға салу біздің бас мақсатымыз. Менің ойымша сол мақсатта біз жақсы жұмыс жасап келе жатырмыз. Бұл жерде енді әрине
ұлан өз сөзінде айтып өтті, өзімізді бағалағанымыз дұрыс емес, бірақ та өзіміз алға қойып отырған белгілі бір мақсаттар бар. Өзіміз осы айда, осы жылы, осы 90-да осындай KPI-ға жетуіміз керек деген секілді міндеттемелеріміз бар. Негізгі атқарып жатқан жұмыстарымыздан оң өзгерісті көрген кезде өзіміз қуанып қаламыз. Әрине, енді біздің ұйымның негізгі міндеті ол жастарға әлеуметтік, былай айтқанда, жағдай жасау, мемлекетпен, мемлекеттік органдармен жастар арасында тікелей көпір болу. Енді былай айтқанда барлық әлеуметтік болсын, жастардың барлық бағытта, спорттық, әлеуметтік, жалпы кез келген бағытта жастарға жағдай жасау. Оларға қызықты, олар қатыса алатын жобаларды жүзеге асыру, мынау баспанамен қамтамасыз ету мәселелері, басқа да мәселелердің барлығына тікелей араласып қызмет атқарудамыз. Жалпы енді біздің қызметімізге бағаны сол бағдарламаларға қатысып жатқан, сол бағдарламалардың пайдасын көріп жатқан жастар өздері баға береді деген ойдамын. Содан кейін сол бізге келіп жатқан жастарға бір айтатын бір кеңес: пайда ойламау керек, ар ойлау керек. Арымыз әрқашан биік болсын. Бірінші кезекте абыройларыңызды қойыңыздар. Яғни сізді ертең бір жерге барғанда бір адамға тіке қарай алатындай, тіке сөйлей алатындай болсаңыздар, яғни пайда ойламасаңыздар, бір еліміздің өзгеруіне бірге күш салса аламыз деген ойдамын, жұмыс жасай аламыз деген ойдамын. Солай. Келесі сұрағым негізі осы жерден туатын еді. Қандай кеңес бере аласыздар? Енді осы жолға келіп жатқан қоғамдық қызметке, ел үшін қызмет жасаймын деген азаматшаларға, және осы өз алдыма ұйым ашамын деген жандарға да кеңес бере кетсеңіздер. Енді қазір заман талабына сай әртүрлі ұйымдар ашылып келе жатыр. Қазір жасанды интеллект қатты дамыған, өте қатты дамыған. Және жастар қазір өз алдына әрқайсысы би болғысы келеді. Әрине, өзің бір әлемді өзгерту үшін өзіңнен бастау керексің. Яғни сен әлемді өзгерту үшін өзің дайынсың ба деген бір сұрақ болады. Яғни қазір бір белгілі бір деңгейге жетпеген жастар болсын, әртүрлі азаматтар бар ғой. Ол кісілер өз басына бір би болып, бір ұйым ашады, әртүрлі ұйымдар болады ол жерде. Енді бір жағынан ол да дұрыс емес деген ойдамын. Яғни ол жерде бір адамға кеңес алу керек, барлығын білу керек, үйрену керек. Сондықтан бірінші кезекте сіздер жаңағыдай пайда ойламай бірінші кезекте келіп сразу бастық боламын, яғни мен бастық болғым келеді, мен осындай болғым келеді деген жастар көп қой қазір. Ондайдан аулақ болыңыздар. Барлығы өз уақытымен келеді. Сіздердің жасап жатқан жұмыстарыңыз барлығы дұрыс болса, түзу жолда болсаңыздар, барлығы еленіп өз уақытымен келеді. Біреуге кеш келуі мүмкін, біреуге 1 жылдан, біреуге 5 жылда, біреуге 1 айда келуі мүмкін. Бірақ та ол қалай келуде емес, қалай қызмет етуде ол жерде. Яғни 1 айда келіп өте мықты қызмет атқару да мүмкін, 10 жыл жүріп қызмет атқара алмай қалуы да мүмкін. Сол жерді ойлау керек. Бастысы өзіңіз командаңызды мықты қылыңыз. Командаларыңыз мықты болса, көптеген жұмыстар істей аласыз. Көпті кірсе көл дейді ғой. Яғни сіз команда арқылы барлық затты реттеуге болады. Жалғыз өзіңіз жүгіріп жасауға болады, бірақ өте қиын. Ұзағырақ болады. Сондықтан бірігіп барлықтарыңыз жасаңыздар. Бастысы пайда ойламауымыз керек, ар ойлауымыз керек. Енді бұл жерде бір қандай да бір ақыл айтатындай жаста емеспіз, бірақ та енді өз ойымызбен, тек кеңес ретінде өз ойымызбен бөлісетін болсақ, ешкімге зияндарыңыз тимейтін, өздеріңіздің қалауларыңыз, жасағыларыңыз келетін жұмыспен айналысыңыздар. Қандай да бір ұйым ашқыларыңыз келе ма, қандай да бір бағытта жұмыс жасағыларыңыз келе ма, сол бағыттың, сол жұмыстың үздігі болыңыздар. Жалпы енді өмірде қателік жасап үйреніп көру керек, себебі қателікпен адам шыңдалады. Бірақ та ол тәжірибе алады, бірақ та ол қателік басқа азаматтарға, жаныңыздағы жандарға зиян тигізбеу керек. Сондықтан да осыны ескеру керек. Және де әрдайым тек қана сөзбен емес, іспен дәлелдеп, өздеріңіздің қолдарыңыздан іс келетін азаматша екендеріңізді көрсете біліңіздер. Сол кезде сіздер бағаланатын боласыздар, еңбектеріңіз еленетін болады. Ел көрдіңіздер, жер көрдіңіздер. Ол ел көру деген ол міндетті түрде шетел көру емес, ол яғни қазақтың жерінің өзі бай ғой. Біз оңтүстігіміз бен солтүстігіміз, батысымыз бен шығысымыз ұлан-ғайыр жер. Ол жерде әртүрлі, мысалы Алматы облысында басқа табиғат болғанмен, біздің батыста басқа табиғат, бізде көне жерлер өте көп. Ол жердегі бір тарихи, яғни өзіне алатын заттар, көз тоймайтын қатон-қарағайымыз бар деген сияқты, Швейцариямыз өзіміздің. Соның барлығын көріңіздер, әр жерді саяхаттаңыздар.
жас уақытта менің ойымша пайда жаңағыдай ақша табасыздар ғой. Енді өзіңіздің қажеттіліктен бөлек осындай бір капиталыңыз болу керек, яғни шетел көруге немесе елді көруге, аралауға, яғни сіз саяхаттау арқылы көптеген өзіңізге инсайттар, өзіңізге көптеген мүмкіндіктер аша аласыздар. Мысалы өзі бір сөз бар ғой, бір қаланы таныған адам бір кітап оқығанмен тең деген сияқты. Иә, сондықтан әртүрлі ел көріп, жер көріп, Қазақстанның тарихын болсын, Қазақстанның жерін болсын, барлығын көру арқылы көптеген жетістіктерге жетесіздер. Солай қазіргі уақытта бірінші кезекте ақша емес, ақшаны болғанның өзінде дұрыс пайдалану керек. Кейбіреуі дұрыс пайдаланбайды, өкінішке орай. Бірінші кезекте тынбай еңбектену керек. Сол еңбегіңіздің жемісін көрген кезде өзіңіз қалай қатты қуанғаныңызды түсінбей қаласыз. Сондықтан да қазақ өзі айтып кеткен, еңбек бәрін жеңбек. Сондықтан да еңбектеніңіздер, тек адал, әділ еңбектенсеңіздер барлығына жетесіздер деген ойдамын. Бір үйдің баласы болмайық, бір елдің баласы болайық. Бақдәулет мырза, Ұлан мырза, сіздерге бүгін алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге үлкен алғыс білдіреміз біздің ұйымның атынан. Әр адамның ең мықты ресурсы ол уақыт, өйткені уақытыңызды қайда бағыттайсыз, сол жақта сіз белгілі бір жетістікке жетесіз. Мен осы оймен толық келісемін. Және де біздің ұйымның атынан кішігірім сый-сияпаттарымыз бар, осындай арнайы эко-шоперларымыз, және де осындай термостарымыз. Үлкен рахмет сіздерге, аман болыңыздар, бар болыңыздар, ел мүддесі үшін қызметтеріңізді тоқтатпаңыздар, еңбектеріңіз елене берсін. Ал қымбатты біздің жазылушылар, оқырмандар, сіздермен келесі кездескенше. Сау саламатта болыңыздар.